су рас тапшылығы бар бізде Астанада, өздеріңіз білесіз. Алдыңғы жылдары сосын одан кейін очистное сооружение салдық қой, суды тазалап. Одан кейін ол вопрос кішкене шешілді. Сосын жылу болмады біздің қалада. Действительно, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2-ның жылуы жетпей тұрды да. Қазір енді газовый 2 котельный салды. Тағы да ТЭЦ-3 қосылды. Оған тағы да қазір екінші очередь саламыз деп жатыр. Жылу жағын енді ол вопроста шешілді деп ойлаймын. Бірақ бізде өте көп вопрос тұрып жатқаны, ол действительно очистное сооружение жетпей жатыр біздің Астанада. Ол жерде суды ішесің, не етесің, ол біраз канализация кету керек. Бізде пока бір істеп жатқан бірақ НФС. Бізге қалаға негізі НФС-1, НФС-3 салу керек. Қазір оған енді көп қаражат керек. Біз, например, Қытайға бардық, ананы қарадық, НФС салайық деп жатырмыз дейді, 350 миллиард ақша тұрады дейді бір НФС-ің. Енді өздеріңіз санаңыз, біздің бүкіл қаланың бюджеті триллион болып жатса, только НФС-қа 350 миллиард ақша керек. Ол қашан болады біздің Астанада ондай ақша, мен білмеймін әлі.